Баршаңызға қайырлы күн. Мен Әкім Тарази атындағы Тірек мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Алиева Зуфия Абатқызы боламын. Педагогикалық идеялар фестивалі байқауына 11 А сыныбымен өткізілген сабағымның бейнежазбасын ұсынамын. Сабақтың басы амандасу, көңіл күй сұрасудан басталды. Және де рандомус платформасы арқылы сабақтың басында бірден сыныпты 2 топқа бөліп алдым. Рандомус платформасында оқушылардың тізімін жазып, автоматты рандомды түрде 2 топқа бөліп берді. Соған сәйкес балалар топқа бірігіп отырды. Оқушыларды топтастырып болған соң, өткен тақырыпты қайталау мақсатында Blooket платформасын қолдандым. Бұл жерде балалар экранда көрсетілген QR-код арқылы өздерінің ұялы телефондарымен ойынға қосылды, және де сол жерде сұрақ-жауапқа кім дұрыс жауап береді және де жылдамдықтарына қарай бірінші және екінші, үшінші орындары белгіленіп, өткен тақырыпты солай бекіттік. Әрмен қарай сабағымыздың тақырыбын ашу мақсатында балаларға талқылау сұрақтарын қойдым. Саяхаттау көп адамға ұнайды, бірақ барлығымыз әлемнің әр бұрышына барып көре аламыз ба? Егер бізге шетелге баруға уақыт немесе мүмкіндік болмаса, сол жерлерді көрудің басқа жолы бар ма? Қалай ойлайсыздар деп балаларға сауал қойдым. Балалар әрине өздерінің ойларымен, пікірлерімен бөлісті. Мінекей осылай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашылды. Балаларды сабақтың тақырыбымен, оқу мақсатымен және де бүгінгі сабақта не үйренеміз, не күтіледі, сонымен таныстырдым. Бағдарламалық жасақтама, яғни неше түрлі компьютерге орнатылатын программаларға жасауға арналған және де 3D сканерлеу арқылы жасауға болады екен. Осының ішінде балалар, бүгін біз смартфон қосымшасы арқылы алғашқы панорамамызды жасап үйренеміз. Сабағымыздың алғашқы тапсырмасы топтық жұмыс болды. Жасанды интеллект ChatGPT-дің көмегімен әр топ өзіне берілген сұрақ бойынша постер құрау керек. Бірінші топқа 3D панорама және виртуалды турға түсінік беру болса, екінші топқа сол екеуінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары және де пайдасы мен зияны туралы айту тапсырма берілді. Ал екінші тапсырма жеке жұмыс. Бұл жерде балалар телефондарына орнатылған панорама 360 қосымшасымен жұмыс жасап, өздерінің алғашқы 3D панорамасын жасап шықты. Балаларға оқу кабинетінен үзіліп, басқа оқу кабинетіне, басқа кеңістікке барып, тәжірибелік, яғни практикалық жұмыс жасаған өте қызықты болды. Балалар өздерінің жасап келген алғашқы 3D панорамасымен бөлісіп көрсетті. Бұл тапсырма барысында оқушылар сабақтық шекарадан шығып, өздерін цифрлық фотограф, дизайнер немесе тур нұсқаушысы ретінде сезінді. Сабақты бекіту тапсырмасы WordWall платформасында құрастырылған викториналық квиз-шоу тапсырмасы арқылы жүзеге асты. Бұл жерде үлкен экраннан балаларға сұрақтар мен оның нұсқалары беріліп отырды. Балалар өздерінің дәптерлеріне қай нұсқаны дұрыс деп пайымдайды, соны жазып, және де тақтада көрсетілген дұрыс жауаппен салыстыру арқылы өз-өздерін бағалап отырды. Барлық сұрақтарға балалар жоғары деңгейде жауап беріп, бүгінгі сабақта жақсы түсінгендерін білдірді. Келесі, виртуалды турды толықтыру үшін қандай элементтерді қосуға болады? Бекжан. Белгішелер, жаңа Маржан айтып кетті, постер ордаға қойғанда, гиперсілтемелер, мәтіндер, бейнелер, дыбыстар. Келесі, виртуалды турды қай салаларға қолдануға болады? Панораманы жасау кезінде қандай фото суреттер қолданылуы керек?
Сабақ соңында оқушыларға Google Forms'та құрастырылған кері байланыс сауалдарына жауап беру ұсынылды. Ол жерде сабақта не білдім, не қызықты болды және де не үйренгім келеді деген сұрақтар. Балалардың жауаптарының барлығы оң пікірде болды және де барлығына сабақтың ұнағаны түсінікті болды. Видео соңында сабақтағы мобильді зерттеу шекарасыз білім атты идея қайдан туындады, соны айта кетейін деп едім. Осы сабаққа дайындық барысында оқушылардың сабақты тек сынып ішінде ғана емес, нақты ортада оқып, тәжірибе жинауына қалай мүмкіндік беруге болады деген сұрақ қойдым. Және де осы сұраққа жауап табу үшін мен сабақ барысында оқушыларды сынып шеңберінен шығарып, жаңа форматтағы тапсырма беруді жөн көрдім. Және де мен өз мақсатыма жеттім.